Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Осы видеода мен көп балалы аналардың зейнетке шығуы жайлы айтып беремін. Біздің Қазақстан Республикасында көп балалы ана болып 5 немесе одан да көп бала туған немесе асырап алған аналарды айтамыз. Яғни олардың зейнетке шығу жасы 53 жасты құрайтын болады. Сол 53 жаста зейнетке шығу үшін 3 шартты орындау қажет. Біріншісі, және асырап алған жағдайда ол балалар заңды түрде асырап алуы қажет. Опекун болғаны ескерілмеді. Екіншіден, балалардың жасы 8 жастан асу қажет. Яғни анасы 53 жасқа толса да баласын 8 жасқа толуын күтіп, содан кейін барып зейнетке шығады. Және үшіншісі, 5 және одан да көп бала болу қажет. Ең кішкентайы 8 жасқа дейін тәрбиелену қажет. 53 жасында зейнетке шыққан кезде, яғни көп балалы ана ретінде сіздер зейнетақының тек бір түрін ғана аласыз. Ол ынтымақты зейнетақы, яғни солидарный пенсия. Солидарный пенсия дегеніміз 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі, сонымен қатар оқыған оқуыңыз, сонымен қатар туылған балдардың жылдары кіретін және 36 айлық табысын көбейтіндісіне тең болатын пенсия түрі болып табылады. Бұл пенсия госбюджеттен беріледі. Егер сіздер осы 2022 жылы шығатын болсаңыздар, 3 жылдық табысыңызды көрсетесіз. Сол 3 жылдық табысы ретінде суммасы 526.608 теңгеден кем болмау керек. Сол кезде сіздің солидарный пенсияңыздың суммасы жақсы болады. Көп балалы ана қандай зейнетақы түрін алады? Сіз жаңағы 3 шартты орындаған жағдайда зейнетақының бір түрін аласыз. Ол ынтымақты зейнетақы. Одан кейін сіз 63 жасқа толған кезде, зейнет жасына толған кезде қалған зейнетақы түрлерін аласыз. Ол базалық және НПФ-тан берілетін төлемдерді алатын боласыз. Енді көп балалы ана ретінде зейнетке шыққаннан кейін міндетті түрде, егер сіз жұмыс істеп жатқан жағдайда зейнетақы аударымдарын ары қарай төлеу беру қажет. Себебі бұл сізге базалық зейнетақы үшін қажет. Сонымен қатар НПФ-тан берілетін төлемдер үшін қажет. Сонымен қатар шартты жинақтаушы зейнетақы үшін маңызды болады. Көп кезде кездеседі, көп балалы ана зейнетке шыққаннан кейін оның аударымдарын төлемей қояды. Бұл өте қате, себебі ол кісі 63 жасқа шейін жұмыс істейді. Сол жұмыс үшін ол стаж жинау қажет. Сонымен қатар НПФ-та төлемдері алу үшін НПФ-қа ақша жинау қажет. Сол үшін қажет болады. 53 жаста зейнетке шыққан кезде 36 айлық табысты көрсету қажет. 36 айлық табыс не үшін қажет? 53 жасыңызда зейнетке шығатын болсаңыз, сіз ынтымақты зейнетақыны аласыз. Ынтымақты зейнетақы дегеніміз, ол сіздің 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтіліңіз, оқыған оқуыңыз, сонымен қатар туылған балдардың жылдары кіреді. И сол 36 айлық табыстың көбейтіндісіне тең сумма сіздің зейнетақыңызды құрайды. Енді 53 жасқа дейін сіз 36 айлық табысыңызды көрсетпеген жағдайда, сіз оны жасыңыз бойынша зейнетке шыққан кезде көрсете аласыз. Екіншіден, 53 жасқа келіп, бірақ табысыңыз жеткіліксіз болған жағдайда, сіз алдымен құжатыңызды өткізбей, табысыңызды реттеп, содан кейін өткізсеңіз болады. Үшіншіден, 53 жасқа толғанда, бірақ баланың жасы 8-ге толмаған жағдайда, сіз баланың 8 жасқа толуын күтіп, сол кезде ғана өткізесіз. Яғни 36 айлық табысыңызды реттеп те үлгересіз. Алтын алқа және күміс алқа наградалары бар аналар зейнетақыға қосымша төлемдер алады. Ол 6,40 айлық есептік көрсеткіш, яғни МРП 2022 жыл үшін 1 айлық есептік көрсеткіш 3180 теңгені құрайды. Яғни 20.352 теңге сіздің жаңағы пенсияңызға қосылатын сумма болып табылады. Сау болыңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер.